Маринадталған 40 қабат салатын дайындаймыз. Тәбетті ашатын қытырлақ салат. Сіздермен Назик Кук, менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді болады. 40 қабатты кішкентай 4 бұрыштап турап алыңыздар. Әр жапырағын ажыратып ыдысқа салыңыз. Тұздап кішкене шырыны шыққанша қолыңызбен мыжыңыз. Сәбізді үлкен үккіштен өткізіңіз. Күнбағыс майын қатты қыздырып аламыз. Кішкентай үккіштен сарымсақты өткізіңіз. 40 қабатпен біріктіреміз. Енді дәмдеуіштерін салайық. Қызыл бұрыш, кориандр, паприка, қант. Жалпы 9% бар сірке суы керек. Бірақ менде алма сірке суы 6%. Үстінен қатты қызған майымызды құямыз. Енді абайлап, дұрыстап тұрып араластырамыз. Соңында куркума салуды ұмытпаңыз. Тоңазытқышқа қойып, минимум 5 сағаттан кейін дәмін татыңыз. Бір табақ болып шығатын бюджетті дәмді салатыңызды енді бір апта жеуіңізге болады. Кез келген тағамға тәбетті ашатын салат болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, салат сондай қытырлақ болып шығады. Егер бейне ұнап жатса, тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонда менің басқа да рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Назарлағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.